50 мың теңгемен кредит жабамыз реалити шоуы бірінші күн. Осыдан бір күн бұрын өзімнің 500 мың тұратын наставничествомды 350 мыңға берем деп айтқан болатын. Және де 30 шақты адамды іріктеп, бір адамды алдым, ол. Менің есімім Мадияр, Қызылорда қаласынан боламын, жасым 19-да. Алматыда жүргенмен 2 жыл, 2-ші курстың студентімін. 1 жыл болды осы товаркамен айналысып жүргенмен, Нұржан ағамызға келіп отырмын, жеке наставничествомен 350 мыңды қолыма ұстап. Қазір айына 200 мың табамын товаркамен. Сол 200 мыңға асамай жатқаныма 1 жыл болды. Сонда бір бөлмен енді Нұрекеңе келіп отырмыз, көмектесемін деген соң. Соңғы 350 мыңды әкеп табыстап жатырмын Нұрекеңе. Сонымен отырмыз, қазір барлық планды, қай товармен дамимыз, соның барлығын шешіп жатырмыз. 350 мың теңгесін әкепті. 350 мың соңғы ақша ма сонда? Соңғы ақша ғой, Нұреке сізге беріп жатырмын сен. Бақанса деп қой, 350-дің бәрін алсақ ертең товарға қалай істейміз? Хотя бы 50 мың теңгесін алып қал. 50 мың ба? 50 мың теңгемен бизнес бастаймыз, короче. Чисто, Онда кредиттерін көрсетші қане? 50 мыңмен сен 15 күнде қанша кредитін жабу керек негізі? Ой, список қой біздің Нұреке. Қанша кредит бар? Общий, короче, мынандай ғой. Досрочный погашение деп қоштым. Ретті қоспағанда еще. Осылай іріктеуде Мадияр деген жігітті өткіздік. Неге? Өйткені іріктеуде өткен адамдардың ішінде ең жанып тұрған осы болды, және де 7 кредиті бар екен. Сіз қалай ойлайсыз, 15 күнде Мадиярдың кредиттерін жауып жақсы табысқа шыға ала ма? Комментке жазып досыңызға жіберіп қойыңыз.